Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздермен үлкен ортаға арналған көлемді торт жасаймыз. Бұл тортта вупи пай және красный бархат корждары біріктіріп жасалған, екеуі біреуінде. Торт өте көлемді және дәмді болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасаңыздар. Красный бархат коржын жасаймыз. 280 грамм ұнға 10 грамм какао, 1,5 шай қасық қопсытқыш қосамыз, жақсылап араластырып алып қоямыз. Енді 4 жұмыртқаға 180 грамм шекер қосып, жақсылап араластырамыз көпіргенше. Миксердің көмегімен жасасаңыз да болады. Енді жылы сүт құямыз. Жылы бөлме температурасындағы 120 грамм сұйық май құямыз. 1,5 шай қасық краситель қосамыз. Құрғақ краситель қосуға да болады. Енді ұнды массамызды қосып, жаймендеп араластырамыз. Біріккен соң уксус қосамыз. 9% уксус болса, жарты шай қасық қосыңыздар. Егер 70% болса, 1-2 тамшы жетеді. Осылай 3 бөлікке бөліп, 180 градуста 10-12 минутта 3 корж етіп пісіріп аламыз. Мен тортты жинау үшін 2 коржды пайдаландым, ал 1 коржды крошка ретінде алып қойдым. Сіздерге кішігірім лайфхак, фольганың келесі бетін алмастырып, екінші корждарымызды осылай пісіріп алсақ болады. Жаңадан фольга төсеп қажет емес, үнемдейсіз. Келесі вупи пай коржын жасаймыз. 100 грамм сары майға 100 грамм кез келген қара шоколадты қосып ерітеміз. 80 грамм електен өткізілген ұнға 15 грамм какао, 1,5 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. 4 жұмыртқаға 180 грамм шекер қосып, аппақ көбік болғанша араластырамыз. Шесе көтерілген соң шоколадты массамызды құямыз. Егер миксер болмаса, венчиктің көмегімен де жасауға болады. Кене күш жұмсасаңыз болды. Енді ұнды массамызды жаймендеп қосамыз. Барлығы біріккенше жақсылап араластырамыз. Неге осындай әдемі масса болып шығу керек? Енді пергамент қағазына құйып, 3 корж жасаймыз. Корждарымызды қызып тұрған пеште 170-180 градуста 8-10 минутта пісіріп аламыз. Мінекей менің корждарымның барлығы осындай әдемі болып шықты. Сіздерде де міндетті түрде солай болып шығады. Қызыл бархат корждарына міндетті түрде уксус қосыңыз. Творожный сыр, крем-чиз және випа кремі. Творожный сырды 30 секунд көлемінде миксерлейміз. Салқын випа кремін қосып, тағы да 2-3 минут миксерлейміз. 33-35% сливкиді қоссаңыздар, тіпті керемет болып шығады. Крем дұрыс шығу үшін творожный сырды, сливкиді міндетті түрде салқын болуы тиіс. Крем осындай өзінің формасын ұстайтын өте әдемі крем болып шығады. Тортымызды кезекпен жинаймыз. Крем және корждарды қатарластыра қосып. Егер пакетик немесе насадка болмаса, жай ғана пакеттің көмегімен жасап алуға болады. Торттардан артып қалғандарды осындай қара және қызыл крошка етіп жасаймыз. Аздап артылған кремнің барлығын бетіне толықтай жағып шығамыз. Қағаздан жүрекше формасын қиып аламыз және жүрекше формасын корждар арқылы жасап шығамыз. Бұлай жасау міндетті емес әрине, бірақ та осылай жасасаңыздар өте әдемі көрінеді. Өз қалауларыңыз бойынша, өз фантазияларыңыз бойынша әсемдеңіздер. Өз жақындарыңыз үшін өз қолыңыздан жасаған торт ең керемет торт болып саналады. Міндетті түрде жасап беріңіздер. Сіздермен болған Салтанат. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларымда амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.